Еліміздің болашағы өскелең ұрпақтың, жастардың қолында екені сөзсіз. Демек білімді, еңбекқор, өз елінің патриоты жастар осы еліміздің болашағының дамуының тілектес болатыны сөзсіз. Бұл себеппен елбасымызға үлкен деген рахмет, алғыс айтамыз. Неге десеңіз, ол осы жастарға жоғары сапада білім алуына жол ашты. Өзім осы шетелде оқып, отаныма оралып, өз жеке мекемемді ашып, осындай шағын бір су цехынан ашып бастадым. Су цехында ең басында 3 адам болып жұмыс істеген. Қазір енді жарты жыл өтті. Оны қазір кеңейттік. Қазір енді оның ішінде 30 шақты адам жұмыс істейді. Күніне 15 мың литрдей таза су шығарамыз. Осының бәрі елбасымыздың қолдауымен. Енді болашақта мақсатым осы цехты дамытып, осы 1 гектар жерді бір индустриальный зона қылып ашу, онымен бірге бір 10 шақты бір цех ашу, соған қатар 2000 шақты бір жұмыс орындарын ашу деген мақсатпен болашаққа қараймын. Осылай бір адамда еліміздің дамуына талпынатын болсақ, Қазақстанның 30 озық елдің қатарына кіруіне толықтай сенемін.